Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыз компьютерлік жүйелер және желілер бөлімінің 3-ші тақырыбы есептеу техникасының даму тарихы. Бүгінгі сабақта үйренетініміз есептеу техникасының даму тарихы, алғашқы есептеу техникасы. Енді ойланайық, компьютер қашан пайда болды? Компьютерлік технология қалай дамып жатыр? Есептеу техникасы күннен күнге қарыштап дамып келе жатыр. Компьютерлер қоғамның барлық салаларында қолданылады. Сондықтан компьютерлік технологияның даму тарихы мен болашағы туралы білу біз үшін маңызды. Есептеу құрылғылары қашан пайда болды? Сан ұғымы жазудан ертерек пайда болды. Адамдар санау үшін саусақтарын, тастарды, жіптерді, ағаш таяқшаларын қолданған. Олар көптеген ғасырлар бойы өз тәжірибелерін жетілдіріп, ұрпақтан ұрпаққа беріп отырған. Бәрімізге белгілі ең алғашқы санау құралы бұл есепшот. Оның пайда болған уақыты белгісіз. Кейбір деректер бойынша есепшоттар шамамен 2000-5000 жыл бұрын ежелгі Қытай, ежелгі Египет және ежелгі Грекияда пайда болған. 17 ғасырдың басында шотландиялық математик Джон Невер логарифм түсінігін енгізді. 1761 жылы ағылшын экономисі Робертсон есептеулер жүргізуге арналған логарифм сызғышын жасап шығарды. 1642 жылы француз математигі Блез Паскаль 19 жасында жетектер мен дөңгелектерден тұратын есептеу машинасын құрастырды. Ол Паскальдың есептеуіш машинасы деген атқа ие болды. 1694 жылы атақты неміс математигі Лейбниц механикалық есептеу машинасы арифмометрді құрастырды. 19 ғасырда есептеу техникасы қарқындап дами бастады. Есептеу техникасының дамуындағы келесі қадам есептеулерді алдын ала жасалған программа бойынша адамның қатысуынсыз орындайтын құрылғылар жасау болды. Мұндай алғашқы автоматты есептеу техникасының авторы ағылшын ғалымы Чарльз Бэббидж. Сондықтан оны компьютердің атасы деп атайды. 1833 жылы ол программа арқылы басқарылатын аналитикалық машина жобасын жасады. 1846 жылы Ада Лавлейс Бэббидж машинасына арналған алғашқы программаны құрастырды. Оны әлемдегі алғашқы программалаушы деуге болады. 19 ғасырдың соңында америкалық инженер Герман Халлерит есепші перфорациялық машина құрастырды. 1936 жылы Алан Тюринг абстрактылы есептеу машинасын ұсынып, заманауи информатиканың дамуына өз үлесін қосты. Бұл есептеу машинасы Тюринг машинасы деп аталды. 1941 жылы Конрад Цузе программамен басқарылатын есептеу техникасын ойлап тапты. Бұл машина Z3 деп аталды. 1944 жылы Гарвард университетінің математигі Говард Айкен Чарльз Бэббидж жобасы негізінде программамен басқарылатын Марк I автоматты есептеу машинасын құрастырды. 1936, 1941, 1944 жылдары құрастырылған есептеу машиналары электронды есептеу машиналарына жатпайды. Себебі олардың жұмыс істеу принциптері механикалық жүйеге негізделген болып табылады. Мына қызыққа назар аударыңыздар. ақш-тағы алғашқы автоматтандырылған компьютерлердің ұзындығы 17 метр, салмағы 5 тонна болған. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымызда есептеуіш техниканың даму тарихы мен алғашқы есептеу техникаларымен таныстық. Олай болса, төменде орналасқан тапсырмаларды орындап жіберіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.